Өз-өзіңе риза болудың зардабы. Имам Ғазали өмірінен алынған ғибратты әңгімелер. Ғұлама оңаша отырып терең ойға берілді. Жаман әдеттерден арылу, жүрекке сіңіп қалған жағымсыз қасиеттерді тамырымен жою қандай қиын еді. Жүректің Құдай тағаладан басқа нәрседен арылту, әрқашан жаратқанға деген зікірмен безендіру, үлкен шыдамдылық пен табандылықты қажет ететін іс. Өз-өзіне есеп беріп, соңғы түндер мен кейінгі күндері дұғалары көкке көтермегендіктен іштей азап шекті. Сол кезде өз нәпсісін одан да қатты жазалауым керек деп ойлады. Осы себепті түнде шығып, Сумайсати маңын тазалап, талабаларға қызмет етпек болды. Бірде түскі намазда Умайя мешітіне барып, намаздан кейін аулада біраз отырды. Сәл арада мүфтилер, кейбір мәселелерді талқылап баяу ауланы серуендеп жүреді. Сол кезде көңіл күйі нашар бір жергілікті тұрғын мүфтилерге келіп, кейбір мәселелер бойынша пәтуа сұрай бастады. Еріксіз құлағын тұрғын сұраған мәселелерге түріп, мұқият тыңдады. Ол сұрап отырған мәселелер әрине өте күрделі еді. Мүфтилер сұралған пәтуаларда дәрменсіз екені бірден байқалды. Ғұлама бірден оларға барып жауап бергісі келді, бірақ өз-өзін тоқтатты. Сұрақ қоюшы тұрғында біршама білімді екен, сұрағына жауап таба алмай төмен қарап, мұңайып қайта бұрылып бара жатты. Сол сәтте оның қайғысы ғұламаны қатты мазалады. Көз алдында болып жатқан бұл оқиғаға бей-жай қарай алмады. Дауыстап, әлгі адамды тоқтатты. Ол болса бұған таңқала қарады. Әуелі ғұламаның жұпыны киіміне басынан аяғына дейін қарап шығып, мұрнын көтеріп, тілемші көргендей кейіппен қарады. Ғазали оның мәселелеріне бір-бірлеп жауап бере бастады. Ол таңдана қарап тұрып, немқұрайлы көрінуге тырысқанымен, мәселелердің себептері мен дәлелдерін бір-бірлеп тізіп шыққан кезде, ол қатты таңданып, қуаныштан ғұламаны құшақтап ризашылық білдірді. Сол кезде анандай жерде мүфтилер бұларды сырттай ғана бақылап тұрған еді. Әлгі адам ғұламаға қайта-қайта дұға тілеп, ризашылық білдіріп кетіп бара жатқанда, мүфтилер оны қайта шақырып, неге соншалықты қуанышты екенін, өздеріне белгісіз адаммен не туралы сөйлескенін сұрады. Әлгі адам мүфтилерге ғұламамен екеуі ара болған әңгімені қуана айтып берген соң, олар өздері танымайтын ғұламамен танысып, сөйлескісі келіп бұған жақындады. Бұлар біраз әңгімелескен соң, ақыры ғұламадан сабақ беруін, арнайы ғылыми халқа мәжілісін ұйымдастыруын өтінді. Олармен бір аптадан кейін осы аулада қайта кездесуге келісіп, тек бұл ғылыми сұхбатты өзгелер білмеуін, ғұлама танымалдылықтан сақтанатынын айтты. Осылайша бір-бірін қимай тарасты. Ғұлама мұнарадағы шағын бөлмесіне ерекше қуанышты күйде қайтты. Ішкі әлемі тынышталмай, бір орында тұрақсыз күйге түсті. Іштей өзіне риза болу әсерінен құлшылықтағы дұғаларының дәмсіз болып қалғанын сезді. Тасауф кітаптарына үңіліп, кейбір тақырыптарды қайталап оқыды. Ішкі ризашылық сезімі ойдан алыстатып, содан кейін ризашылыққа жетелейтін әрекеттер бірте-бірте жартастың шетіне қарай алып келеді. Ғұлама өз-өзіне деген ішкі ризашылықты тоқтатуға қатты тырысты, бірақ нәтиже аз болды. Өзі бұл жайлы, сол сәтте ішім дірілдеп, қатты соққыны сезіндім. Уайымдағаннан терлей бастадым.
ішім үйіп қалғандай күй кештім деп айтады. Бірде мұнарадағы шағын бөлмесіне шығып, мешіттің қонақ бөлмесіне барды. Мұнда медресенің бір ұстазы шәкірттеріне фиқхтан бір сабақ беріп жатыр екен. Ұстаз шәкіртіне қарап, имам Ғазали де бұл мәселе жайлы осылай дейді, осылай түсіндіреді дегенін естіді. Дәріс түсіндіруші ұстаз өзі айтып отырған, имам Ғазалидің көптен бері осы мешітте жүргенін, дәл қазір қастарынан өтіп бара жатқанын білмейтін еді. Ғұлама болса өзі жайлы құрметпен айтылған сөзге, жүрегі шаттанғанына таң қалды. Бұл жағдай жайлы өз есімімді есту, сүйкімді пері атымды сиқырлы дауыспен атап, мені өзіне шақырғандай дел сал күйге түсірді. Сондықтан мен бұл әрекетті азғыруға шақыру сәтіне теңеп, бөлмеден атып шықтым деп баяндайды. Көп ұзамай имам Ғазалидің Шам аймағында қарапайым жұпыны киініп, ел арасында жүргені жайлы ақпарат көпшілікке жария бола бастады. Осылайша, имам Ғазали мұндағы танымалдылық жүрекке тыным бермесін түсініп, заттарын жинап, бұл аймақтан өзге жаққа бармақ болып жолға шықты. Бұл жайлы ғұлама, мен бұл аймақта тыныштықта едім, енді жүрегім жаңа аймаққа қарай жылжып бара жатты деп жазды.